Жаңаөзендегі әскери бөлімде жылдық техникалық байқау өтуде. Тексеріске арнайы Орал қаласынан 5 комиссия мүшесі келді. Олар ауыр жүк көліктері мен құралдарды бақылаудан өткізіп, жарамдылығын тексеруде. Бұған әскери қызметшілер де жұмылдырылған. Батыс өңірлік қолбасшысынан 166 бұйрығы бойынша комиссия мүшесінде 5 адам болып келдік. Бүгін таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 18-ге дейін біз осы 55-48 әскери бөлімде жылдық техникалық байқау өткізіп жатырмыз. Соның ішінде техниканың жағдайын қараймыз, қару-жарақтың жағдайын қараймыз, байланыс тораптарын жағдайын қараймыз, инженерлік және жаңағы химия заттарын қараймыз. 55-48 әскери бөлімі қаламыздың қауіпсіздігіне жауапты саналатындықтан техникалық құралдары мен қару-жарағы үнемі назарда болуы тиіс. Жауынгерлік әзірлік алдымен техникалардан басталады. Техникалық база жақсы болған жағдайда ғана бөлімнің қорғаныста мықты болары сөзсіз. Техникалық байқауға өз техникаларымызды көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда әскери бөлімде жауынгерлік дайындықтағы техникалар және саптық дайындықтағы техникалардың барлығы комиссия мүшелерін тексеруге ұсынылды. Қару-жарақтар мен ауыр көліктер, сондай-ақ сарбаздар да кез келген уақытта дайын болуы керек. Осы мақсатта техникалық байқау өткізуге келген мамандар өткен жылы жақсы баға берген. Биыл да сол үміт ақталады деген сенімдеміз дейді олар. Еркін Қарасайұлы, Мөлдір Әбиева, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.